Ақылды адам. Бір ақылды адам болыпты. Күндердің күнінде баласын шақырып алып, ақыл үйретеді. Балам, айтқан ақылым, қатыныңа сырыңды ашпа. Екінші, ақымақпен дос болма. Үшінші, жаңа байыған кісіден қарыз алма. Баласы әкесінің бұл айтқанын мақұлдайды, бірақ не үшін айтқанын білмейді. Талайға дейін түсіне алмай жүреді, ойлай, ой түбіне жете алмайды. Бір күндері болғанда, әкесінің осы ақылдарының бәрін қолмен істеп, көзімен көрмекші болады да, бір жаңа байыған кісіден қасақана қарыз алады. Бір ақымақпен дос болады. Сөйтіп үйіне келіп бір қойды бауыздайды да, қолын қандап үйінің артынан жер қазып қойдың етін көмеді. Қатынына келіп, қатын, менің қолымдағы мына қанды көрдің бе? Мен жаңа ғана бір кісіні өлтіріп едім, үйдің артына көміп тастадым, ешкімге айтпа дейді. Кімге айтушы едім, ешкімге де айтпаймын дейді әйелі. Сонымен біраз уақыт өтеді. Бір күні түн ішінде жігіт әйелімен ренжісіп қалады. Қатыны азанда тұра салып, ханға барып арыз айтады. Менің байым анында бір кісінің қанын ішіп еді, енді мені де өлтірмекші болды. Түнімен сабап шықты. Хан әйелдің арызын естісімен жендеттерін жіберіп жігітті шақыртады. Жендет жігітті айдап келе жатқанда, куәлікке досымды ерте жүрейін деп досына келеді. Ол қолым бос емес деп бармайды. Оған қоштасып өте бергенде, баяғы қарыз алған кісі ұшырасады. Олай бұлай дегеніне қарамастан, қарызға алған ақшасын сұрайды. Жабысып жағасынан алып, соңынан қалмайды. Тықсырып жанын қинаған соң, алған ақшасын қалтасынан шығарып береді. Содан ханға келеді. Хан тергейді. Не үшін кісі өлтірдің? Қатының анада бір кісіні өлтіріп еді, енді мені де өлтірмек болды деп арыз айтты. Осы рас па? Сонда жігіт, жоқ тақсыр, ешкімді өлтірген жоқпын деп болған оқиғаны бастан аяқ баяндап береді. Хан иланбастан адам жіберіп тексертеді де, істің анығына көзі жетеді. Бірақ хан жігіт әкесінің ақылдылығынан шошып, өзіме бөгет болама деген мақсатпен жігіттің көзін жоюды ойлайды. Терең зындан қаздырып, соған әкесі мен баласын салдырады да көмдіріп тастайды. Арада 2-3 жыл өтеді. Дихандар егін егіп, зындандағылардың үстін таптайды. Бір күні ханның тамағына шөп кетіп, қатты ауырады. Дүниедегі бақсы білгер тәуіптердің ешқайсысын қоймай қаратса да ем қонбайды. Сонда зынданда жатқан білімпаз адамның қадірін білетін бір кісі ханға келіп, ол білгір адам еді, сіздің ауруыңызды қалайда сол жазатын еді. Алтынның қолда барда қадірі жоқ дегендей, сіз оның қасиетін танымадыңыз, соның жазасын тартқаныңыз осы дейді. Хан жұртты жинап, ол адам шын білгір болса, әлі өлген жоқ деп, жермен жексен болып кеткен зынданның орнын шамалап, маңайлата үңгірлеп қаздырады. Сонда бір сүйек шығады. Бұл қайсысының сүйегі екенін айыра алмай, одан әрі қаздырады.
содан ақылманның өзін тауып алады. Баяғыда көмілген де өзімен бірге бір дорба тоқаш ала кеткен екен. Білімпаз содан күн сайын бір шайнап жеп отырып тірі қалыпты. Бірақ қанда сөлте жоқ, өлудің аз алдында екен. Жұрт қанымыз ауырып жатыр еді, сені жазады деген соң соған жіберген. Біз алып кеткелі келдік, соған жүр дейді. Сонда білімпаз, жоқ бармаймын, хан мені өлтіріп, енді өзінің жаны қысылғанда керек қылғаны ма? Барыңдар, соны айтыңдар дейді. Жұрт ханға барып білімпаздың келмейтінін мәлімдейді. Олай болса, мені жазса, күллі бақ дәулетімнің бәрін беремін деп жатыр деңдер. Жұрт білгірге қайта барып, ханның сөзін жеткізеді. Олай болса, дейді білгір, 40 қыз алып келіңдер, бір саты тауып, соған зынданның түбіне жеткенше қыздарды жағалата қойыңдар. Жұрт айтқанын бұлжытпай орындайды. Сатыдан жоғары өрлеп келе жатып, жолдағы жағалай тұрған 40 қыздың бетінен шолпылдатып, 40 сүйіп жер үстіне шығады. Беті сөлденіп қызыл кіреді. Әбден айыққан соң ханға келсе, тамағына шөп қадалып, азап шегіп өлудің азақ алдында жатқанын көреді. Сен жазыла алмайсың, бірақ менің бір шартым бар, соны орындасаң ғана жазылуың мүмкін. Сонда хан да, халқы да, егер жазатын болсаң, орындаймыз дейді. Олай болса, ханның жалғыз баласы бар екен, соны алып келіңдер. Көз алдыңда бауыздаймын, содан жазыласың. Балам өлгенше өзім өлейін деп хан бұған көнбейді. Сонда қарт, жоқ, сенің өлгеніңнен балаңның өлгені артық. Жас балаң ер жетіп елді билегенше тұқымымыз құриды деген талап қойған соң, лажсыз баласын бауыздауға қияды. Баланы алып келіп, қарсы алдында аяғын буып, бауыздамақ болып тұрып, білгір, қой, көзіне көрсетіп бауыздамайық, ханымыз талып қалар, дейді де алдына ши тартып қойып, ханның көзінше баланы шеге кіргізеді. Сонда бір қойды аяғын буып әкеліп, қор еткізіп, шалып жібереді. Хан жалғыз баласынан айырылдым-ау дегендей, қар сұрып, ах, үх деп қатты күрсінгенде, тамағына қадалып тұрған шөп көлбеп түсе қалады. Хан, ух, тынысым ашылды ғой деп дауыстап жібергенде, шидің арғы жағынан баласы жүгіріп шығады. Әкетай, жазылдың ба? Деп әкесінің мойнына асыла кетеді. Ханның қайғы бұлты басқан жүзі нұрлана жайнайды. Білімпаздың аяғын құшады.